Армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан алашаландар қозғалысынан. Мына енді қазіргі кезде болып отқан жаңа жөндегі оқиғаны бүткіл халық болып қазіргі кезде қолдап отырмыз. Ол тек қана жаңа жөндік бауырларымыздың мәселесі емес, ол бүткіл халықтың мәселесі. Жанайқайы ол жерде тегін шығып атқан жердің астынан халықтың газын қанша есе мына халыққа сатып отыр. Сол газ қымбаттағанның арқасында продуктылар жан жақты барлық жақ қымбаттап, мына халықтың өзі күн әрең көріп отқан халықты одан ара тықырқа тығып отыр. Енді бір өз білгеніммен, естігеніммен бөлісіп кетейін деп отқаным, мына қазақ елі, мына әлем билеп тұрған қазақтар 17 ғасырға шейін, одан кейін қазақтар мына Орыс империясының астына өткелі бері қуғын сүргінмен келе жатыр. Қырғынмен, сүргінмен мың өліп, мың тірілген қазақ әлі күнге шейін жан жақты қысым көріп келе жатырмыз. Мына 200 жылдан астамнан бері мына қазақ халқына мына енді неше түрлі тылсым күштер көп. Сонда мықты қарилар бар, мықты дуашыл, жаңа экстрасенстер дейміз ба, солар осында 200 жылдан астам осы қазақтың рухын байлап ұстап осы күнге шейін алып келе жатыр. Осында 2021 жылдың осында желтоқсан айының аяғында осында қара күштер мен ақ күштер шайқасып, мына ақ күштердің жеңісімен бітті. Мына қазіргі кезде қазақ халқының рухы оянып, міне қазір жаңа жөндік бауырларымыз бүткіл Қазақстан, қазақтың рухы оянып, жан жақты қазір көтеріліп жатыр. Одан арыда көтеріле береді. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтып кеткендей, өз өлімін тура айтқан, 70 жыл бойы құдайсыз қоғамда тұратын айтқан, 30 жыл бойы ұрылар билейтін айтқан, сосын барып мына қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заман туатын айтып кеткен. Әр нәрсе Алланың қалауымен болады, Алланың қалаған уақытында болады. Ол уақытта мына келіп қалды. Сол енді мына жан жақты силовой структурадағы бауырларым айтатын, комитет, ОМОН, полицейскийлерге айтатын, әрқайсыңыз қазақсыздар, қазақтың балаларсыздар. Халыққа қарсы шықпаңыздар, халықпен бір болыңыздар. Халық қазір жанайқайын айтып, өз жағдайын түзейін деп көшеге шығып жүр. Халықпен бір болыңыздар, халыққа қарсы шықпаңыздар. Мына Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға айтатын, құрметті Қасым-Жомарт аға, сіз енді өтпелі кезеңде, өте қиын кезде мына президент болып отырсыз, оттың ортасында отырсыз, оны түсініп отырмыз. Бір жағынан Қытай, бір жағынан Ресей, бір жағынан мына семья, бір жағынан әлем билейтін кландар әрқайсымен тіл табысып, мына қазақты тығырықтан қалай шығаратын амалдарын іздеп отырсыз. Енді халық атынан айтарымыз, халық жаққа шықсаңыз, халық біз сізді қолдаймыз. Қазір кезде халыққа оқ атып, халықты қамап, халықты қудалайтын болсаңыз, онда үлкен қайғы қасіретке алып келеді. 2011 жылдағыдай қазақ халқы үндемей отырмайды. Бүткіл халық қазақ болып көтеріліп, үлкен қантөгіске алып келеді. Осындай қиын қыстау кезде дұрыс шешім шығарып, халықтың талабын орындап, мына Мамин жаңағы бастаған өкіметті таратып, мықты халықтың ішінен шығатын азаматтарды билік басына қойып, жан жақты бүткіл салаларды өз қолыңызбен түзесеңіз. Өте қиын қыстау кезде отырмыз, өтпелі кезең кезінде. Сол енді Мәшһүр Жүсіп атамыз айтып кеткендей, қой үстінде бозторғай
жұмыртқалайтын заманға аман есен әр қазағым аман жетсін. Тілерім сол, тілегіміз сол. Мына Жаңаөзенде болып отқан халықтың көтерілісін бүткіл қазақстандық болып қолдаймыз. Халыққа оқ атылмасын, силовиктер халыққа өз күшін қолданбасын, жан жақтан басқа мемлекеттің армиясын әкеп Қазақстанға салмасын. Осы мәселені құрметті Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза өз қолыңызға алып, дұрыс жағынан шешіңіз. Халықтың мәселесін дұрыс жағынан шешіп, халықпен бір болыңыз. Күш бірлікте, құрметті халайық, аман болайық, бір болайық. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заманға бәріміз аман есен бір жетейік. Рахмет бауырлар.